Саламатсыздар ма 5-ші сынып оқушылары? 1-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының 2-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Қажет болса каналымда 1-ші және жалпы нұсқасы бар. Каналға өтіп, қажетті нұсқаларды қарасаңдар болады. Және оқушылар каналға жазылып, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. 1-ші тапсырма суреттегідей 4 бөлікке бөлінген. 4 емес, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген. Оның әрбір бөлігі барлық 4-тің алттан бір бөлігі бола ма дейді. Оқушылар болмайды, себебі былай қараңдар, 1 осылай бөлінгенде тігінен, егерде былай тура ортасынан бөлініп, әрбір мына тура жартысы, мысалға мынау тура жартысынан бөліп аламызды, мынау жартысы осылай 3-ке бөлінсе, және мұндағы жартысы тағы да 3-ке бөлінсе, оның әрбір бөлігі 6 бөлікті құрайтын еді, алттан бір бөлігін құрайтын еді. Демек мұнда біз жоқ деп аламыз. Келесі 2-ші тапсырма дұрыс теңдікті табыңыз. Мұнда 4 сандарының көбейтіндісі берілген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 көбейтіліп тұр. 7-нің 4 дәрежесі емес, 4-тің 7 дәрежесі деп аламыз. Қанша рет көбейтіліп тұрса, соны дәрежеге осылай аламыз. 3-ші тапсырма арифметикалық амалдарды қолданбай анықтаңыз. 68 көбейтілген 144, яғни мына көбейтіндісі 17-ге бөлінеді. Ал мұнда 64 пен 96-ның қосындысы 8-ге бөлінеді. Оқушылар, ол үшін көбейтіп бөлмей бір санды ғана бөліп көрсек болады. 68-ді бөлеміз 17-ге тең болады 4-ге. Ал мұнда 64-ті бөлеміз 8-ге тең болады 8. Ал мұнда 96-ны бөлеміз 8-ге тең болады 12. Демек, бөлінеді екен. Мұнда да не істейді? Бөлінеді. Келесі 4-ші тапсырма қысқармайтын бөлшек түрінде жазыңыз. Мұнда алымында бөлімінде бірдей санға бөлеміз. 105-ті бөлеміз 35-ке. Сол сияқты 175-ті бөлеміз 35-ке. Алымы да бөлімі де бірдей санға бөліну керек. 105-ті 35-ке бөлсек 3 болады. Ал мұнда 175-ті 35-ке бөлетін болсақ 5 болады. Мінекей ары қарай қысқармайды. 600 пен 1025, екеуі де 25 деген санға бөлінеді. Сонда 600-ді бөлеміз 25-ке. Мұнда 1025-ті бөлеміз 25-ке. 600-дің ішінде 25-тен 24-ті бар. 1000-ның ішінде 25-тен 40-ы бар. Мұнда 25-тен бөлу, сонда 41 болады. Ары қарай мінекей қысқармайды. Келесі 5-ші тапсырма теңдеуді шешіп тексеріңіз. 1-ші 2, y азайтылған 5-тің өзін жазып аламыз. 26-ны жазамызды, плюс 14-ті минус 14 етіп, теңдіктің оң жағына ауыстырамыз. Сонда y минус 5, мұнда азайтқан кезде 12 болады. Мұнда көбейту амалы, бөлу амалы қосады. Сонда y тең болады. 2-ке бөлеміз 6 болады. Минус 5 плюс 5 қосады. Сонда y тең болады 11-ге. Енді тексереміз. 2, y-дің орнына 11-ді қоямыз. Азайтылған 5, қосылған 14, тең болады 26-ға. Азайтамыз 6 болады, 2 көбейтсе 12, 12, 14 қосамыз 26, тең болады 26-ға. Келесі 6-ші тапсырма, кассир 4 күн қатарынан бір фильмге сатылған билеттердің санын жазып алды. Ол жазылған сандар қатарының бір заңдылыққа келетінін байқады. 147, 144, 138, 126. Егер заңдылық өзгермесе, 5-ші күні қанша билет сатылар еді? Сонда оқушылар 1-ші күні 147 билет сатылған. 1-ші күні сатылған билет саны азайтамыз. 144 қандай заңдылыққа бағынып тұр, соны анықтаймыз. Тең болады 3-ке. 2-ші күні 144 сатылған. Азайтамыз 3-ші күнгі билеттер саны 138-ті. Тең болады 6-ға. Оқушылар мінекі өздерін көріп тұрғандай 2 есеге көбейді. 3-ші күні 138 сатылды. Азайтамыз 4-ші күні, яғни 126-ны тең болады 12. Мұнда да мінекей 2 есеге көбейді. 4-ші күні 126 сатылды. Азайтамыз
12 көбейтілген 2-ні 2 еселеп азайтамыз, сонда 24 болады. Мұнда бізде азайтсақ 102 болады. Сонда 5-ші күні бізде 102 билет сатылған екен. Жауабы 102 деп аламыз. Ал енді оқушылар, соңғы 7-ші тапсырма. Спорт командасының мүшелеріне 152 майка мен 209 футболка сатып алынды. Егер әрбір спортшы майка мен футболка алатын болса, командадағы спортшылардың ең көп болатындай санын табыңыз. Ол үшін не істейміз оқушылар? 152 мен 209-дың ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Ең алдымен көбейткішке жіктейміз. 152-ні 2 бөлеміз, 76 болады. 76-ны 2 бөлеміз, 38. 38 2 бөлеміз, 19. 19-ға бөлінеді 1 болады. Мұнда 209-ды бөлеміз, 11-ге бөлінеді 19 болады. 19-ды 19-ға бөлеміз 1 болады. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіші 152 және 209 сандарының тең болады 19-ға. Сонда оқушылар, жауабы командадағы спортшылардың ең көп болатындай саны 19-ға тең екен. Түсінікті оқушылар, егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.